Достар, сәлеметсіздер ме? 3 ай уақыт өтіп, мен тағы да Некрасовтың «Материнская любовь. Мир во мне» кітабын қазақша аударуға қол тиді енді ғана. Сондықтан да сіздерге пайдалы боламын деген ниеттемін. Жалпы тілді үйренуге керек кезде просто жай ғана не істеуге болады. Кітап арқылы, бір кітапты аласыздар да соны аударасыздар. Мысалы, кез келген тіл, қазақша, орысша, ағылшынша болсын, өте жақсы нәрсе. Бұл жерде тек қана аудару емес, бұл жерде түсіндіру, Некрасовтың Некрасовтың не айтқысы келгенін, глобалдық түрде жаһандық проблеманы, мәселені көтеруде бұл жерде, психологияны адамдарға түсіндіруде, екіншіден, үшіншіден мына жерде тіл болады, төртіншіден ойлауға жаңағы жақсы нәрсе. Сосын бұл жерде за против емес, просто как есть айтады да. Ары қарай уже адамдар тұжырымдайды. Келіспеулеріңіз мүмкін, бірақ та ащы шындық мына кітапта. Сосын өткенде Игорь Ким айтпақшы, мен қазір тағы да түсіруіме, жалғастыруыма себеп болған. Ол айтады да, осы кітапты көру арқылы, оқу арқылы үйде кімнің туысқандардың ішінде кім бірінші қайтыс болатынын білуге болады дейді. Өйткені көп жағдай бойынша, мысалы, бір адам бәріне көмектесіп жүрсе, сол адам кетіп қалуы мүмкін. Немесе әйелі басымырақ болып, мықты болып, күйеуі кішкене әлсіздеу болса, күйеуі кетіп қалуы мүмкін. Немесе екі жас жұбайлардың арасында, екі күйеу мен әйелдің арасында мәселелер болса, түсініспеушіліктер, бала кетіп қалуы мүмкін. Баламен сынайды да, Құдай сақтасын. Сосын тағы қандай бар, ол кішкентай болсын, үлкен болсын, мысалы, мен бір таныс құрбым бар, соның бауырлары мысалы өзіне қол жұмсаған деген сияқты. Ол не үшін? Өйткені отбасында бір мәселе бар да, сол мәселеге ешкім мән бермейді да. И сол мәселені мән беру үшін бір адам қайтыс болу керек, өкінішке орай. Сондықтан бұл жерде тек қана не деп қабылдамаңыздар, аудару деп. Мына жерде қалай істесем, бүйтіп істеймін ба? Бүйтіп істеген дұрыс сияқты. Давайте бастаймыз ба? Кітап ұстайтын сатып алмадым сол күйі. Соны сатып алып жақында. Біз сіздермен 72-ші бетті аяқтадық та былай. Семен туралы бар ғой. Енді 73-ші бет. Но молодость и природные инстинкты сделали свое дело. Он встретил девушку, которой ощутил чувства совершенно иные. Они стали встречаться. Мәнерлеп оқуға да кішкене мән бергім келіп тұр. И его мужское начало постепенно стало пробуждаться. Мен оказывается алдында оқыған кезде дұрыстап оқымайды дегенім сіздерге бар ғой, соны кешірім сұраймын. Любовь делала свое святое дело. И материнские энергии постепенно стали терять силу. Парень... Может, вот это сейчас, подождите, пожалуйста. Вот так сделать. Вот так лучше. Фокус не может поймать. Sorry, сейчас, подождите, пожалуйста. Да, вот это, давайте вот так, наверное. Парень как-то наконец сменил работу, и у него произошел творческий взлет. Раскрылся талант руководителя и пошел в гору. Наконец-то Семен созрел настолько, что мог развестись со своей женой и мамочкой, и его жизнь наполнилась новыми красками. Бірінші рет оқимын да, сосын аудармаға. Для проверки... кто хочет казахский тоже, это самое. И научиться тоже хорошо, это самое. То есть два в одном здесь. Для проверки его зрелости и готовности настоящей взрослой жизни мир устроил экзамен. Возник
Повтор ситуации. Такие экзамены жизнь устраивает тогда, когда в человеке остались нерешенные какие-то вопросы. В чем-то еще есть сомнения. Директором фирмы, где он работал, топ-менеджером, была женщина. Она приметила интересного молодого мужчину и стала его приближать к себе. Ситуация повторялась. На горизонте появилась новая мамочка. Он выбрал не лучший вариант. Сбежал с экзамена, ушел из фирмы и остался без работы. Но если экзамен не сдан, жизнь будет снова и снова возвращать к нерешенным задачам. Одна ошибка потянула за собой другие. Начались сложности в взаимоотношениях с любимой девушкой, и они расстались. Он никак не мог найти работу, даже готов был пойти грузчиком, но и там его не приняли. В трудовой книжке была указана его предыдущая высокая должность, и на него смотрели подозрительно. Маған да солай істейді ғой. Мир его явно испытывал дейді. Енді отырамыз. На молодости природные инстинкты, жастық шақ пен табиғи инстинкт деген түйсік па, жоқ түйсік деген интуиция. Адамның табиғи тұрқы дейміз ба, сондай деп айтайық. Сделали свое дело, өз ісін жасады, ол қызды кездестіреді. Совершенно иные чувства деген мүлдем басқаша сезімді ощутил деген сезген қызды кездестіреді дейді. Олар кездесе бастаған, және оның ер азаматтық жаңағы бастамасы еркектікке постепенно жайылып, ақырындап ояна бастаған, пробуждаться. Любовь делала свое святое дело, махаббат өзінің пәк дей ма, ісін жасап, яғни махаббат өзі қалай болу керек, қалай өзгерту керек, солай адамды өзгерткен ғой. Және де аналық энергия, қуат жайлап өз күшін жоя бастаған. Жігіт жұмысын ауыстырып, сосын ода шығармашылық көтерілу болған. Басшылық таланты оянып, ашылып, жұмыста өскен. Сосын өскен соншалықты ол өзінің анасы әйелімен, анасы да әйелде жүрген анасымен ажырасуға қол жеткізген. Сосын оның өмірі жаңа бояулармен толыққан. Әлем оның нағыз ересек өміріне дайындығын және есейгенін тексеру үшін оған экзамен деген емтихан жасап, жаңағы жағдайды қайталаған, повтор ситуация жағдай деген. Такие экзамены жизнь устраивает. Бұндай емтихандарды өмір адамның өмірінде шешілмеген мәселелер қалған кезде қайта орын алады. Яғни адамда өзінің әлемде бір өзінің тағы да қайта ойланатын нәрселер болған кезде емтихан ұйымдастырады. Сол фирманың директоры Семен жасаған жерде, топ-менеджер жасаған кезде әйел кісі болады. Сөйтіп, ол оны байқап, жас қызық жігітті байқап, соны өзіне жақындата бастаған. Сосын анасымен болған жағдай сияқты қайталанады жағдай. Сосын жаңа ана пайда болады. Сосын барып
ол ең жақсы нұсқаны таңдамайды. Ол емтиханнан кетіп, фирмадан кетіп қалады жұмыстан, и жұмыссыз қалады. Но бірақ та емтихан тапсырылмаса, өмір қайта оралта береді сол шешілмеген мәселелерге. Бір қате, екінші қате басқаларға себеп бола береді. Сөйтіп, өзінің сүйікті қызымен қарым-қатынасы күрделене түседі. Сөйтіп, олар екеуі айырылысып кетеді. Ол еш жұмысты таппай жүреді сонымен. Сосын жүк тасушы болса да олар оны қабылдамайды. Өйткені оның еңбек кітапшасында тұрды, оның алдыңғы жоғары қызметі, лауазымы көрсетілген. Сосын оған бәрі біртүрлі қарайды. Әлем оны шынымен де сынай түседі. Енді тағы да осы 74-ші бетті оқимыз. Сосын отырамыз. У Семена начались сомнения и даже паника. В таком психическом состоянии спящие материнские энергии снова стали овладевать им. И тут появилась богатая женщина, которая так прямо и предложила: я тебя всем обеспечу, а ты будешь моим. Так он оказался в золотой клетке. Через несколько лет у него хватило сил вырваться из нее. И вот он пришел ко мне, желая разобраться. Краска келген, почему с ним происходит подобная ситуация, почему он такой здоровый, умный, красивый, никак не может найти себя, обеспечить свое существование, создать счастливую семью. Мне было понятно, что с ним происходит. Прожив 48 лет, он так и не родился психически. Таких людей на самом деле очень много. Вторые психические роды личности исключительно важны для его дальнейшей жизни. И если они не состоялись, то человек выходит в жизнь незрелым, и с ним происходят непонятные вещи. Психическое рождение – это процесс выхода ребенка из-под влияния матери. Это важнейший этап в психическом развитии и в сознании человека про процессы его психического созревания. Можно дать еще одно определение. Психические роды – процесс выхода человека из-под психологической опеки родителей и становления его как самостоятельной, самодостаточной, зрелой личности. Мынаны оқысақ, өйткені ар жақ бетте уже кішкене басқа туралы айтылады да, сондықтан осыны оқысақ. 75-ші бет. У различных людей этот процесс проходит в разное время. Когда, например, юноша рано входит в самостоятельную жизнь, становится независимым от родителей, то и психическое рождение происходит рано. В других случаях и в последнее время все чаще родители нянчатся со своим ребенком до его пенсии, а он так и психически остается нерожденным. В психологии и сексологии уже существует целое направление, которое изучает интимофобию, состояние несозревшего человека, не желающего создавать семью. Такие мужчины могут иметь частые отношения с женщинами, в том же числе сексуальные. Они могут быть прекрасными поклонниками, чуткими, уметь завладеть женским сердцем, утешить, но создание семьи для них очень сложная задача. И если интимофобы не спиваются, то после 50, если им удастся оторваться от матери или в случае ее смерти, они могут попытаться жениться. Иногда под влиянием женщины, матери или окружающие такие мужчины женятся, но семья для них становится не творческим полигоном,
необходимостью или даже обузой, которую они терпят, либо не желая терпеть, меняют жен. Интимофобия или психологическая нерожденность становится уже проблемой глобальной. Более 30% мужчин страдают этим психическим состоянием, извините, еще более усугубляя ситуацию одиночества женщин, желающих выйти замуж и создать полноценную семью. 30% тех мужчин, у которых явно видны признаки этой глубокой болезни, а в целом психически не до конца рожденных мужчин около 60%. И правые женщины, говорящие, что все нет настоящих мужчин, вот только не понимают женщины, что основной причиной такой плачевной ситуации являются они сами. Так, енді отырамыз. Так, қай жерге келдік? Мына жерде, да? Семенда жаңағы қорқыныш басталады, сосын үрей, қорқыныш, сосын өзіне күмәнмен қарайтын болады. Сосын бұндай психологиялық жағдайда ұйықтап қалған, яғни өшіп тұрған аналық қуаттар қайтадан бой алдыра бастайды оған. Бұл жерде сосын осы кезде бір бай әйел пайда болады да, сосын тікелей оған айтады, ұсыныс жасайды. Мен сені барлық ақшамен жаңағы қамтамасыз етемін, ақша емес, бәрімен қамтамасыз етемін деп тұр. Енді бұл жерде ақшада, сосын бірақ сен менікі боласың дейді. Сосын осылайша ол алтын торда қамалып қалады. Сөйтеді да через несколько лет, біраз жылдан кейін күш жігерін бәрін жинап одан шығады. Сөйтеді да ол жаңағы некрасқа келеді. Сөйтеді да осы жағдайды түсінгісі келеді. Неге ондай болған, разобраться деген. Неге осындай жағдайлар бола беретін, подобный деген осы тектес. Почему он осындай, неге ол осындай дені сау, ақылды, сымбатты, еш өзін таба алмайтынын білгісі келеді. Өзін неге қамтамасыз ете алмайтындығын, бақытты отбасын неге құрамайтынын білгісі келеді. Мне было понятно, дейді, что с ним происходит деген. Бұл жерде Некрасов айтып отыр. Оған не болған маған түсінікті болды дейді. 48 жыл өмір сүріп, ол психологиялық түрде сол күй туылмаған. Яғни биологиялық түрде туылғанда, бірақ психологиялық түрде туылмаған. Бұндай адамдар негізінде өте көп дейді. Екінші психологиялық босану, тұлғаның босануы, дүниеге келуі өте маңызды. Оның болашақ өміріне дейді. Бірақ ол сол күй болмаса, орын алмаса, онда адам өмірге есемей келеді. Сосын оның өмірінде түсініксіз жағдайлар, заттар болады дейді. Психикалық туылу, босану, өмірге келу, тұлғаның. Бұл баланың ананың әсері арбауынан ба, влияние деген ал әсер ету, бірақ бұл жерде әсер ету емес, бұл жерде ананың қамқорлығынан шығу процесі. Бұл өте маңызды қадам, сәт психологиялық дамуда. Адам санасында психологиялық есею болып табылады. Бұған тағы да бір түсініктеме беруге болады. Психологиялық туылу деген ата-анасының қамқорлығынан психологиялық шығу болып табылады. Және де самостоятельно өздігіне, жаңағы өзіне қамқор жасай алатын, ақшалай қамтамасыз ете алатын
ересек тұлға болуы деген сөз, иә. Мен дословно олай сөзбе сөз бәрін аударып жоқ, түсінікті бойынша, иә. Кейде осылай болады, кейде мысалы құжат болса онда толық аударылады. Так, әр адамда бұл процесс әр түрлі уақытта болады. Мысалы жас жеткіншек бала так, өзі ерте ата-анасынан кетсе, дербесе өмір сүрсе, ол психологиялық туылуы ерте болады. Бөлек тұрып кетіп қалады болады. Мысалы жатақханаға тұрады, оқуға түседі, басқа қалаға, немесе сонда ерте болады. Басқа жағдайларда және соңғы кезде жиі бұл ата-аналар көбінесе өзінің балаларын еркелетіп, оны жаңағы пенсияға дейін, зейнеткерлікке дейін еркелетеді. Сосын ол сол психологиялық тұрғыда туылмаған болып қала береді. Психологияда және сексологияда бұл бағыт бұл жөнде бір бүкіл тарау бар, иә, бағыт бар. Осы интимофобия деп аталады. Сосын есеймеген адам, отбасын құрғысы келмейтін есеймеген адам. Бұндай еркектер әйелдермен көп қарым-қатынасқа түседі, соның ішінде сексуалдық түрде, төсек қатынасында. Они могут, бұлар ондай еркектер жақсы ухаживание жасауы мүмкін, поклон, жаңағы көңілін тауып кездесіп, былай істеуі мүмкін. Сондай бір нәзік болып, сосын әйелдің назарын өзіне, жүрегін өзіне қаратып, жақсы көргізіп, утешить деген жұбатып, сосын бірақ отбасын құруға олар үшін күрделі мәселе. Және де осы интимофобтар ішіп кетпесе, ішімдікке салынып, онда 50-ден кейін, 50 жастан кейін олар анасының қайтыс болу немесе жалпы анасынан кете алса, олар отбасын құруға тырысып көру мүмкін, попытаться, Иногда кейде под влиянием женщины, әйелдің әсерінен аналар немесе осындай еркектер айналасында жүргенде үйленеді, бірақ яғни еркек үйлену үшін мысалы бір әйел себеп болуы мүмкін, анасы себеп болуы мүмкін, немесе қоршаған адамдары еркекке, жаңағы интимофоб еркекке не болады да, жаңағы отбасын құруға көмектеседі, бірақ ол отбасыда олар үшін шығармашылық полигон болады, еркекке ше. Шығармашылық полигон болмайды, ал жүк болады. Олар терпеді деген шыдайтын жүк болады. Амалсыздан жасалған отбасы болады, сондай. Немесе, либо деген немесе, не желает терпеть деген шыдағысы келмей, олар әйелдерін ауыстыра береді. Өйткені оларға қиын да. Интимофобия немесе психологиялық туылмау жаһандық мәселе болып кетіп жатыр қазіргі таңда. 30%-нан асқан еркектер осындай психологиялық жағдайға душар болған.
Бұдан да өрескел нәрсе бұл әйелдердің жалғыз болуы, иә. Осы жағдайды ушықтырып тұр. Усугубляет деген ушықтыру деген қазақша. Күйеуге шыққысы келген әйелдер, иә, толық отбасын құрғысы келген әйелдер, бәрі жаңағындай осы еркектердің осындай несінен, жаңағы есемеуінен отбасын құрамай жатыр да. 30% еркектер, терең науқасқа айналған дейді осы интимофобия бойынша. Жалпы психологиялық соңына дейін туылмаған еркектер 60% құрайды екен. И правы женщины дейді, әйелдердің айтатыны дұрыс дейді, иә, говорящий деген айтатыны. Қазір нағыз еркектер жоқ, бірақ әйелдер өздері түсінбейді дейді. Бұның негізгі себебі, жылайтын жағдайдың себебі өздері екен дейді. Яғни жаңағыдай енді бұл жерде кінәлау емес, просто жаңағы ананың ұл баласын қалай тәрбиелеуінен басқа әйелдер зардап шегетін да. Сосын мүмкін өздерінде де әйелдерде ұлдары болса, әлде кешемес деген неде айтылыр да. Сондықтан осылай 76-шы бетте жақсы көрініп тұр деп ойлаймын. 26 минут болыпты. Тез дейін десем де осындай болып отыр. Пайдалы болдым деп ойлаймын. Пікірлеріңіз болса жазыңыздар, иә. Көрінбеген жерлер болса, немесе қалай түсіруді қалайсыздар, соны тоже айтсаңыздар. Мен сөйтемін.